Бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем арнасы. Достар, бүгін біз өздеріңіз көргендей Үндістан жайлы таңғажайып деректер айтатын боламыз. Үндістан десе көз алдыңызға не елестейді? Біреулерге кинолар шығар, біреулерге салт дәстүрлері елестейтін болар. Бүгін біз осы Үндістан жайлы таңғаларлық, шошытарлық фактілер айтатын боламыз. Сіз видео бастамай жатып арнаға жазып лайк басып қойыңыз. Ал біз кеттік. Үндістан экономикасы бойынша үздік 10 елге кіреді. Бірақ та ол жақтың өте көптеген халқы кедейлікте өмір сүруде. Оған себеп Үндістанның халық саны көп болуы. Үндістан жер көлемі бойынша әлемде 7-ші орын, ал халық саны бойынша 2-ші орында. Алайда Үндістанда куәліксіз жүрген көптеген адам бар. Президенті Рам Нат Ковинд, астанасы Нью-Дели, валютасы Үндістан рупиясы. Ресми тілдері хинди және ағылшын. Онда 80% халық индуизмді ұстанады. Халық саны 1 миллиард 300 миллион адам. Халқы өте тығыз орналасқан. Тәуелсіздігін 1947 жылы 15 тамызда Британиядан алған. Әлемдегі ең кедей лас аудандардың бірі осы Үндістанның Мумбай қаласындағы Дхарави ауданы. Дхаравидің аумағы 2 шаршы шақырымнан асады. Ондағы халық саны миллионнан асады. Жақын арада Үндістан халық саны бойынша Қытайды басып озып, 2-ші орыннан 1-ші орынға жылжуы мүмкін. Ірі қалалары Нью-Делиде шамамен 23 миллион 300 мың адам тұрса, Мумбайда 23 миллион адам, ал Калькуттада 16 миллион адам тұрады. Онда жол апаты көп орын алады. Оған себеп тағы да халықтың көптігі. Әлемдегі манго өндіретін, тұтынатын өте үлкен ел. Үндістанның көптеген қалаларының көптеген жерінде қоқыс жатады, тіпті орталықтарында да. Үндістанда қала көшелерінде сиырлар еркін жүре алады. Олар сиырды сәттілік нышаны деп біледі. Онда жыл сайын 900 фильм шығады. Үндістанның халқының көп бөлігі вегетариандар. Ал достар, осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және де достарыңызға таратып арнаға жазылып лайк басып отырыңыздар. Ал осымен аяқталды. Келесіде тағы осындай пайдалы видеолар жіберіп алмау үшін қоңырау жағын басып қойыңыздар. Ал сау.